Роналду Манчестер Юнайтед командасы алда жақсы көрсеткіштерге жетеді дегенге күмәндануда. Зидан неліктен өзіне әлі жаңа команданың табылмай жатқанын түсіндірді. Челси Реалдың қорғаушысына көз тігіп отыр. Осы және өзге де қызыққа толы футбол жаңалықтары топтамасы бүгінгі видеода. Еңбегімізді бағалап лайк басуды және арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазақ тілді футбол арнасына барынша қолдау көрсетейік. Ал олай болса, біз бастаймыз. Ливерпуль ойыншысы болған Садио Мане ресми түрде Баварияның сапына ауысты. Сенегалдық футболшы немістік клубпен 2025 жылдың жазына дейінгі келісімшартқа отырды. Мюнхендік ұжым футболшының трансфері үшін 32 миллион еуроны төлемек. Және де тағы 9 миллион еуро бонус ретінде қарастырылған. Садио Мерсисайдтық командада 2016 жылдан бері өнер көрсетті. Өткен маусымда 50 ойынға қатысқан Садио Мане 23 гол және 2 нәтижелі пасты еншіледі. Милан клубы аргентиналық футболшы Пауло Дибалаға қызығушылық танытуда деп хабарлайды La Gazzetta dello Sport баспасы. Баспаның мәліметіне сәйкес итальяндық клуб ойыншыны осы трансферлік терезеде өз саптарына қосып алуға тырысып көретін болады. Осының алдында хабарланғандай Дибала Интер командасымен келісімге келіп қойған. Бірақ та бұл трансфер әлі де ресми түрде орын алмады. Челсидің бельгиялық шабуылшысы Ромелу Лукаку Миландық Интер сапына ауысу бойынша келесі аптада медициналық тексерістерден өтетін болады. Футболшы итальяндық командаға 1 жылдық мерзімге жалға ауыспақ. Келісім шарт бойынша Интер командасында ойыншыны сатып алу құқығы болмайды. Осылар жайында тілші инсайдер Фабрицио Романо хабарлады. Ақпараттар бойынша итальяндық ұжым лондондықтарға ойыншыны жалға алғандарына орай 8 миллион еуроны төлейді. Манчестер Ситидің бразилиялық шабуылшысы Габриэль Жезус Арсенал сапына ауысуға жақын деп мәлімдеуде Гол баспасы. Баспаның мәліметі бойынша Лондонда клуб футболшы үшін талап етіліп отырған 50 миллион еуроны төлеуге дайын. Ойыншыға сондай-ақ Челси командасы да қызығып отыр. Аякстың шабуылшысы Себастьян Аллер жақын арада Дортмундтық Боруссияның ойыншысы атанбақ. Немістік клуб 28 жастағы футболшының трансфері бойынша келісімге келіп қойған. Тілші Фабрицио Романоның деректері бойынша немістік ұжым ойыншы үшін 35 миллион еуроны төлейтін болады. Челси клубы Мадридтік Реалдың бразилиялық қорғаушысы Эдер Милитаоға қызығушылық білдіруде. Тілші Экрем Конордың ақпаратына сүйенсек, ағылшындықтар ойыншыны осы жазда өз қатарларына қосып алуды көздеуде. Ағылшындықтар бұл бразилиялық қорғаушыны осының алдында ғана Реалға ауысқан Антонио Рюдигердің орнын алмастырушы ретінде қарастыруды. Манчестер Сити клубы Миланның португалдық шабуылшысы Рафаэль Леоға қызығып отыр. Осы жөнде тілші Николас Кира мәлімдеуде. Ақпараттар бойынша ағылшындық клуб ойыншыны осы жазғы трансферлік терезеде сатып алуды қарастыруда. Ситилік команда сапында португалдық футболшы клуб сапынан кетейін деп жатқан Рахим Стерлингтің орнын алмастыруы ықтимал. Милан клубы болса олар ойыншыны сатқылары келмейді. Дегенмен 100 миллион еуро көлеміндегі ұсыныстарды қарастыруға дайын. Рафаэль Леоға сонымен қоса ПСЖ және Реал командалары да қызығуда. ПСЖ клубы Интердің қорғаушысы Милан Шкриньярға қатты қызығып отыр және париждіктер ойыншыға жылына 7,5 миллион еуро жалақыны төлеуге дайын. Сондай-ақ олар ойыншының трансфері үшін 60 миллион еуродан артық төлеуге әзір. Осының алдында хабарланғанда итальяндықтар болса футболшы үшін 80 миллион еуроны сұрап отыр. Француздықтар бұл трансферді сәтті жүзеге асыра алатындарына сенімді, себебі олар ойыншының өзімен келісімге келіп қойған. Шкриньярдың Интер клубымен келісімі алдағы маусымның соңында аяқталады. Осы себептерде бұл трансфердің орын алуына деген мүмкіндіктер жоғары бағалануда. Манчестер Сити клубы Миланның португалдық шабуылшысы Рафаэль Леоға қызығып отыр. Осы себептерде бұл трансфердің орын алуына деген мүмкіндіктер жоғары бағалануда.
PSG-ның президенті Насер Аль-Хелайфи Еуропа Суперлигасына қатысты өз пікірімен бөлісті. Менің ойымша Еуропа Суперлигасы өлі, мені Реалдың позициясы таң қалдыруды. Олар Чемпиондар лигасын лайықты түрде жеңді емес пе? Бірақ олар сол жерде ойнағысы келмейді. Егер сендерге турнир ұнамаса, онда қатыспай-ақ қойыңдар. Чемпиондар лигасы әлемдегі ең үздік сайыс болып табылады. Неліктен осыған испаниялық жанкүйерлердің қарсы екендіктерін түсінбеймін. Мен Суперлиганың ешқандай да болашағы жоқ деп есептеймін, деп жеткізген екен Аль-Хелайфи Маркаға бергендегі сұхбатында. Ал сіздер PSG президентінің бұл айтқан сөздеріне қатысты не дейсіздер? Өз ойларыңызды пікірге жаза кетіңіздер. Манчестер Сити клубы Барселонаға португалдық жартылай қорғаушы Бернардо Силваның бағасын атады. Деректерге сәйкес ағылшынды клуб футболшыны 85-95 миллион еуро шамасындағы сомаға жіберуге әзір. Әрине, каталондықтардың қазіргі кезде мұндай соманы төлеуге шамалары жетпейді. Дегенмен ойыншының жеке өзі Барса сапына ауысуды қалайды. Өткен маусымда 27 жастағы Бернардо Силва 50 ойын өткізіп, 13 голды соғып, және 7 нәтижелі пас жасап көзге түсті. Оның Ситилік клубпен келісімі 2025 жылдың жазына дейін негізделген. PSG клубының катарлық басшылары жұлдызды шабуылшы Неймардың командадан кеткенін қалайды. Осы жайында Foot Mercato баспасы хабарлауда. Дегенмен Неймардан жалақысын кез келген клуб төлей алатындай дәрежеде емес екендігі түсінікті. Diario Sport баспасының ақпараты бойынша Неймарға Ювентус клубы қызығушылық білдіруде. Ойыншыны Массимилиано Аллегри өзінің командасына көргісі келеді делінуде. Алайда дегенмен Неймардың өзі ешқайда кеткісі келмей, Парижде қала беруді жоспарлауда. Мадридтік Реалдың бұрынғы жаттықтырушысы Зинедин Зидан өзінің бапкерлік жұмысына қатысты сөз қозғады. Мен ойыншы болған кезімде ол кезде менде таңдау көп болды. Кез келген командаға ауыса алатындай едім. Ал жаттықтырушы ретінде таңдау аз. Бар болғаны 2 немесе 3 нұсқа ғана бар. Мен егер клубқа келетін болсам, онда тек жеңістер үшін ғана келемін. Міне неліктен мен кез келген командаға бара бермейтінімнің себебі осы. Тіл мәселесіне де тоқталайын, кейбір нәрселер жағдайда қиындатады. Менен осының алдында Манчестерге барғың келеді ме деп сұрағандар болды. Мен ағылшын тілін білемін, бірақ оны мүлтіксіз меңгеремін дей алмаймын. Иә, тілді білмесе де клубпен жұмыс жасай беретін жаттықтырушылар барын білемін. Бірақ менің әдісім бөлек. Жеңістер үшін көптеген нәрселер сәйкес болғаны маңызды. Жеке өзім жеңістер үшін ненің керек екендігін білемін, деп жеткізген екен Зинедин Зидан Элеки баспасына бергендегі сұхбатында. Португалдық шабуылшы Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед командасында ойнауы жағына сенімсіздік білдіруде. Ас баспасының ақпаратына сүйенсек, 37 жастағы ойыншы клубпен келісім шартын соңына дейін жеткізуді қалаған. Дегенмен қазіргі кезде Роналду команданың алдағы көрсеткіштеріне күмәнмен қарауда. Жұлдызды футболшы ағылшынды клубтың біршама топ футболшыларды өз қатарларына қосқанын қалайды. Алайда дегенмен әзірге Қызыл Сойқандық ұжым әлі ешқандай да трансферді жасай қоймады. Ал осымен біздің бүгінгі жеткізген футбол жаңалықтары топтамасы аяқталды. Лайк басу, тіркелу және қолдау көрсетулеріңіз маңызды. Ал бүгінге осы, келесіде кездескенше аман сау болыңыздар.